Сәлем достар, бүгін мен сіздерге бірінші сыныпқа документтерді телефон арқылы жүктеп, тегін өздеріңіз жаңағы заявка жібере аласыздар, соны көрсететін боламын. Ол үшін сіздерге поликлиникадан, өздеріңіздің тұрғылықты жердегі поликлиникаңыздан 052 және 065 балаларыңыздың аласыздар. Алғаннан кейін осыны суретке түсіріп, PDF форматта жүктейсіздер. Менде мында 4 файл тұр, сіздерде 2 файл болады, мынау егіздердікі. Сіздерде 2 файл 052 және 065 және 3/4 фото болу қажет. 3/4 емес, былай суретке түсірілген болу қажет. Соны біз Егов мобайлға тіркейтін боламыз. Енді осыны PDF-қа қалай айналдырамыз, соны көрсететін боламын. Ол үшін міне Google-ға кірсеңіздер, осы жерде фото в PDF деп жазасыздар. Бесплатнасы болу керек. И мына жерде I love PDF деген кіресіздер, конвертация. Осы жерде выбрать изображение, суретке түсіретін болсаң фото түсіру, немесе файлдағы фотоларды қолдану деген сияқты. Міне мен мысал ретінде 3 фотоны көрсеттім. И конвертация в PDF деген басасыздар, ана жерде қызылда. Сосын скачать етесіздер PDF-ті и өздеріңізге сақтап қоясыздар. Осыны біз Егов мобайлға жүктейтін боламыз, немесе біреуге жіберіп қойсаңыз да болады. Так, енді осы жерде Егов мобайлға кіреміз қазір. Егов мобайлға кіреміз. Сіз міндетті түрде тіркелулеріңіз қажет. Тіркелмеген болсаңыздар, менің телефонымда, жаңағы YouTube каналымда алдыңғы видеода қалай тіркелу керек, соның бәрі көрсетілген. Міне осы жерге кірсеңіздер, главное астыңғы жағында популярные услуги деген ішінде прием документов для зачисления в первый класс деп тұрады. Соны не істейсіздер, басасыздар. Тегін ешкімге ақша төлемей өздеріңіз жасай аласыздар. Прием документ деген менде тіркеліп тұр, сондықтан мен только парольді қосымда и кіре салдым. Кіргеннен кейін осы жерде образование деп тұрады. Осылай шығады. Өздеріңіздің даныларын шығып тұрады, ата-ананың. Телефон номеріңіз, дополнительный күйеуіңіздің, әйеліңіздің телефон номерін жазсаңыз болады, немесе жазбай қойсаңыз да болады. И выберите тип заявления дейді. Осы жерде сіздер выбрать дегенді басасыздар. Басқан кезде қандай организацияға бересіз? Если обычный оқу орнына берсеңіздер, онда организация образования деген берсеңіз болады. Бірінші класс деп тұру, біріншісін таңдайсыздар. И осы жерде менде мысалға өздеріңіздің балаңыз таңдайсыз. Выбрать от кого подается заявление. Ата-ана ретінде кімді таңдайсыз? Жаңағы ата-ана ретінде. Енді осы жерде балаңыз таңдайсыз. Менің балаларым әлі 6-ға толған жоқ, сондықтан мен заявка жібере алмаймын. Сіздерде уже шығып тұрады. Шыққан кезде осы жерде 052, 065 и фото загрузка деп тұрады. Соны таңдайсыздар сіздер. И сосын осы 2 жерге галочка басасыздар. Галочка басасыздар. Басқаннан кейін продолжить дегенді бассаңыздар, жаңағы заявка жіберіледі. Бұл бізде неше күнде қаралады. Ол мектепке байланысты. И мектепті міндетті түрде өздеріңіздің тұрғылықты мекенжайыңыз бойынша не қылу керек? Заявка тастау керек. Әйтпесе сіздерге отказ келеді. Қабылдамаймыз деген сияқты. Түсінікті ғой, Енді осыны қанша күн күтеміз? Негізі сразу бүгін мысалы дүйсенбі болса, вторник, яғни вторник немесе средаға дейін жауабын береді. Түсінікті ғой, енді бұл жерде жауапты қайдан аламыз? Уведомлениеге кіреміз. Сосын история личного кабинета деген не аласыздар. И астыңғы жағында жаңағы тұрады сіздерде. Міне, типа осындай дегенім ғой. Жаңағы бірінші мектеп классқа заявление бойынша деген сияқты. Осы жерде скачать документ немесе мектептен сіздерге звондауы мүмкін. Түсінікті ғой. Тағы да түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Көмектесуге тырысамын. Рахмет.